Бүгін біз сіздермен банан қосылған оладьи жасаймыз. Бізге керек заттар: ұн, банан, жұмыртқа, күнбағыс майы және қант. Ең алдымен бананымыздың қабығын ашып, ыдысымызға саламыз. Бананды жақсылап езіп аламыз. Езілген бананның үстіне жұмыртқа саламыз, оның үстіне қант қосамыз және венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді үстіне күнбағыс майын құямыз, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды ситадан өткізіп саламыз және жақсылап араластырамыз. Міне араластырып болдық, осындай сұйықты да болады. Енді табамызға біраз май жағамыз. Сосын оладьйімізді осылай қасықпен саламыз. Міне өте оңай аударылады. Асты жабыспайды. Міне біздің банан қосылған оладьйіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шыққан. Арасы міне осындай.